Албан Хангелді батыр. Абылай ханның қасынан табылатын Албан Хангелді батыр да болған. 1731 жылы Абылай қалмақтардың тұтқынына түсіп қалғанда ол да бірге болған. Албан Хангелді жайында алып қашпа аңыз әңгімелер біраз болғанмен, нақты тарихи зерттеулер әлі онша жазыла қойған жоқ. Шындыққа жақынырақ келетін мақаланы жазушы Төлен Қаупынбаев жазып еді, оны құптай қойған оқырман онша болмады. Ел үшін қанында, терінде төккен қас батырдың әрі-сәрі болып жүрген тарихына өз көзқарасымды білдіруді парыз санадым. Хангелдінің Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама дәуірінің батыры екені даусыз. Оның өзі түйін шындық. Ал әйгілі батырдың атасы Сырымбет екені ол шындықты шегелей түседі. Оның ерлігі мен елсүйгіштігі осы тарихи шындықтарға қатысты ғана таратылады. Аңыз қаншама әдемі айтылғанмен тарих емес, тарихтан туындайтын дақпырт қана. Шындықтың шымылдықталған елесі секілді нәрсе. Хангелді батыр жайында бірден бір жазба дерек қалдырған адам Қазыбек Тауасарұлы. Ол өзінің түп-тұқайынан өзіме шен атты шежір естелік кітабында ол туралы біршама маңызды дерек айтады. Оның айтуынша, Хангелді батыр Ақтабан шұбырынды кезінде көбіне көп Қазыбек қасында жүрген батыр. Оның әкесі Сырымбет пен Қазыбек дастархандас болып, шешесі Керім бөбінің қолынан дәмдатыпты. Бір соғыста оны ұлы Мөңкенің өлігін тауып алғанын айтыпты. Хангелді 4 әйелінен 10 шақты бала сүйіпті. Соның бәрі қарттардың аузында сақталып келе жатқан шежіремен үйлесе шығады. Шежіреде Мөңке, Дөңке, Түке деген 3 баласын Хангелдінің қалай сынап көргенін көп айтылады. Соғып күзде үшеуінде далаға жатқызып таңертең барып қараса, Дөңке мен Мөңке бірі басын иығына дейін, екіншісі кеудесіне дейін ашып жатыр екенде, Түке басын бүркеп, бұтын ашып қалдырыпты мыс. Соны көрген Хангелді екі үлкеніне қайсар батыр болады екен деп риза болады да, мынау жасық жауға шықпайтын біреу болатын көрінеді деп, жатқан жерінде бір салып кетпек болады. Бәрін байқап тұрған әйелі мән-жайды біле қойып, Батыреке, ана екеуінің өзі батыр болса, мына баланың тұқымынан батыр шығады, жатысына қарасаншы деп Хангелдінің қолын ұстай алыпты деседі. Әйелінің айтқаны көкейіне қонып, батыр сонда бұрылып кеткен көрінеді. Сол Түкеден әйгілі батыр Райымбек туған деген аңызың шындығы осында. Атадан балаға беріліп келе жатқан әңгімеде Хангелдінің немересі Райымбек батырдың алаш аты шыққаны 15-тен 16-ға аса бастағаны деп айтылады. Райымбек танудың тарихи негізін қалаған Қабылбек Сауранбаев ағамыздың 30 жыл бойы жинаған Райымбек батырдың шайқастар атты деректерінде мына мәлімет Райымбек пен әкесі Түкенің атамыз Хангелдінің жас аралығын анықтауға және Райымбектің 1730 жылдан ешқандай да ерте тууы мүмкін емес деген дерекке көз жеткізеді. Бұрынғы күндерде қалмақ қолына түсіп кеткен қазақтың ұлдары мен қыздары қойдай жамырап, қозыдай шулап табысып жатыр. Жас күнінде түсіп кеткен ұлдары мен қыздары балалы болған, солар да қазақ екенін ұмытпаған. Танығандары қуанышы қойнына сыймай шаттанып жатыр дейді. Бұл өте құнды дерек. Мұндай Райымбек қалмақ қолына, яғни әскеріне қарсы шыққан батыр емес, қалмаққа әлде қашан құл, күң болып жүрген бауырларын азат етуші. Былайша айтқанда, ол ел Ақтабан шұбырындыға ұшырағаннан соң оған бала. Енді Қазыбек айтқанына құлақ асайық. 1123 жыл хижри жыл санау бойынша Наурызбай қолы Саба көлі арқылы жартысы Доңызтауға, жартысы Мұзартқа қарай бет қояды. Қалмақ әскерінің нарты Нор деген ноян екен дейді. Түп-тұқайынан Өзмешейінің 315 бет. Хижраның 1123 жылы біздің жыл санақ бойынша 1745 жылға сәйкес келеді. Әбден ыңыршағы айналған албандар да атқа мінді. Оны енді Хангелді бастады дейді Қазыбек.
өз кітабында 316 бет. Албан қолын Хангелді басқарды деген сөз ол кезде одан асқан батыр Албан ішінде жоқ деген сөз. Құмтекедегі 5 күн ұрыста Албан оңқа батыр зор ерлік көрсетті дейді Қазыбек. Алайда Райымбек жайында ештеңе айтпайды. Демек, оның әлі ұрысқа араласпаған және аты шықпаған кезі. Қазақтар жеңіп, қалмақтар қараны тастап қашқан соң, Албан жұрты бірнеше күн жеңіс құрметіне той жасайды. Той біткен соң, Хангелді батыр жауынгерлерімен бірге Іленің арғы бетіне өтуге кетеді. Аңыз болып жүрген әйгілі оқиға осы кезде болады. Райымбек бала күннен әскери ойын ойнайды екен. Оны байқаған кейбіреуім, әй, осы баланың ойыны жаман, ылғи найза шаншып, садақ атып ойнайды, Құдай сақтасын деп қорқатын көрінеді. Жасынан жауынгер мінезді бала Хангелді атасына, ата, өзіңмен бірге мені де ала кетші деп қалмақтармен соғысайыншы дейтін көрінеді. Балам, сен әлі жассың, 15-ке толғанда қасыма ертемін, әлі ерте деп уәде қылады екен. Дәл 1745 жылы 15-ке толып, 16-ға шыққан Райымбек атасының уәдесін орындайтын кезі енді келген біліп дайындалып та жүрген болуы керек. Жылқы күзетінде жүрген жас жігіт үйіне келсе, атасы оны ертпей өзі кетіп қалыпты. Оны білген батыр бала атасының артынан қуа жөнеледі. 1745 жылы 15-тен 16-ға аса Райымбек 1730 жылы туған болып шығады. Осы жылдың негізгі нысаны алып отыр. Әкесі Түке мен атасының Хангелдінің де туған жылдарын шамамен болжауға болады. Түке Хангелдінің 3-ші баласы. Хангелді 13 жасында үйленген деп есептесек, ол 1707 жылға тура келеді. Жыл аралатып бала сүйді десек, Түкен 1712 жылы 15 жылдары аралығында туды деп шамалауға болады. Ал Түкенің өзі 13-шінде үйленді десек, 1725-28 жылдар аралығына тура келеді. Сонда Райымбек 1730 жылы туды деген шындыққа жанасымды болып шығады. Және Мөңке мен Дөңкенің Хангелдімен қатар жүріп соғысуы мүмкін екендігі де осы жорамалдан байқалады. Әйткенмен ойланатын да бір жағдай бар. Ол Хангелдінің есімі неге Хангелді деп қойған? Бұған жауапты Қазыбектің кітабы береді. Ол кісі Тәуке ханның Көктөбе жайлауында 1692 жылы келгенін жазады. Түп-тұқайынан өзіме шейін. Жетісуға хан келген жылы туған баласын Сырымбет ақсақал Хангелді деп қоймағанда не деп қояды? Сонда Хангелді батыр Қазыбек жазғандай 1694 жылы емес, 1692 жылы тумай ма? Қазыбек Хангелдінің жасын шамалап қана айта салуы мүмкін емес пе? Олай айта салу әркімге де болады ғой. 1-2 жаста не тұр деп ойлаймыз ғой. Оның үстіне Іленің оң жақ бетінде Суан Хангелді деген біздің атамызда бар. Шежіре бойынша ұрпақтарын салыстырсақ, екі Хангелдінің де қазір 11-ші ұрпағы өмір сүріп жатыр екен. Менің немерем Бүлекең Суан Хангелдінің 11-ші ұрпағы болса, Мұқағалидың немересі Албан Хангелдінің 11-ші ұрпағы. Демек, екі Хангелді де Тәуке хан Көктөбе жайлауына келгенде туған болар деп жорамалдаймын. Енді аңыз бен Қазыбек жазып қалдырған екі мәліметті салыстырайық. Қазыбек Райымбек жайында ештеңе айтпайды. Ондай адамның бар екенін білмейді де. Ал Қабылбек ақсақал Райымбектің іледен өте алмай тұрған атасы мен жауынгерлерді қуып жеткенін, өзенге көсер байлап қамыс көпір, яғни өткізгенін, көкайнақ атымен суға түскенде Райымбек деп өз атын шақырып ұрандағанын бәрін жазады да, сонан соң оның түргеннен бастап қалмақтарды қуа бастағанын айтып жетеді. Анықтап айтқанда, Хангелді батыр қуып жеткен немересін қосынға қоспай қалдырып кетеді. Неге? Оған немересі қалайша көнген? Бұл арада қандай құпия бар? Меніңше оның бірақ себебі бар. Және ол себеп ата мен баланың бір-бірін тез түсіне қоюына байланысты. Яғни екеуінің де ойы бір жерден шыққаны. Балам деуі мүмкін Хангелді. Қалмақ әлі бір жолы жеңілген жоқ. Біз
қарқарада олардың әскерін ғана талқандап қудық, ал шіліктің басында түргеннің қойнауында асы да темірлік пен жалғашта, кеген мен көміршіде қотан болып отырған қалмаққа біз тиіскеміз жоқ. Мен қолмен бірге кетер болсам, сен де менімен бірге кетесің. Ұлымызды құл, қызымызды күң етіп отырған ана қалмақтарды жерімізді кім қуады? Соларды сенің қасындағы достарың неге қумайды? Сен неге солардың басын қоспайсың? Міне осы мағыналы сөз Райымбектің көкейіне қуана кеткен болуы керек. Ырыскелді Сатай, Бөлек, Аралбай, Бақай, Қапай сияқты серіктермен бірге Райымбектің ұлт азаттық күресін ұйымдастыруына Хангелді атасының осындай нұсқау сөзі себеп болғанында дау жоқ. Хангелдінің көреген білгір батыр екеніне бұл да бір дәлел. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама зобалаңы 1723 жылдың көктемінде болғандықтан қазақ оған лайықты дайындық жасай алмаған. Әркім өз мүмкіндігінен аса алмаған. Өйткені жауға қарсылық ұйымдастыратын басшы хандардың арасын алауыздық жайлап тұрған. Жетісу жеріне Алакөлден, Қорғастан, Сүмбеден лап қойған қалмақтар қазаққа еш жиғызбаған. Осы кезеңде Хангелді батырды бастан кешкен жауға қарсы шабар жағдайы болмағандықтан ол жау басып қалған жерден қашып өзі ежелден араласып жүрген шапырашшылар тобына қосылған. Ол әрине жалғыз бармаған, қаруластар жинай барған. Осылайша жиналған Мүйізі, Өтеген, Ботай, Сәмен, Албан, Хангелді, Шапырашты, Сатай, Бөлек, Наурызбай, Суан, Бағай батырлар өздерінше басшы етіп Қазыбек Тауасар ұлын сайлайды. Осындай ұйымдасудың нәтижесінде олар қалмақ қолымен шайқасуды Қопа жерінде бастайды. Жер жағдайын жақсы білгендіктен олар бірде қаша, кейде қуа соғысып ақыры Түркістанға дейін шегінген. Ақырында Үшбей, Төле, Қазыбек, Әйтеке ордабасында 1726 жылы барлық батырдың басын қосып Әбілқайырды бас қолбасшы етіп белгілейді. Сол жылы олар алғашқы жеңіске жетеді. Біреулер Бұланты соғысы, тағы біреулер Шу соғысы деп бөлек-бөлек атап жүрген алғашқы жеңіс осы Әбілқайыр басшының жасаған қалмақ қырылған соғысы. Ол ара оған дейін айран төгілген деп аталған. 300-нің қолы 3 бөлек жерге бекініп соғысқандықтан Бұланты бойына бекініп соғысқандар өз соғысын Бұланты соғысы десе, Шу бойына бекінгендер Шу соғысы деп бір соғысты әркім әртүрлі атап кеткен. Өзгелермен қатар ол соғысқа Хангелді де қатысқан. Қазақ қолы жеңген, бірақ ол соғыста қай батырдың қандай ерлік жасағаны нақты шежірелеп беретін дерек бізге жетпеген, алайда қырғын соғыс болғаны анық. Ол соғыста қазақ қолы 57 000 болыпты деген деректі Қазыбек бек атамыз айтады. Хат танығандықтан ол кісі қолы тиген сәттерді айрықша оқиғаларды жазып қойып жүрсе керек. Қалмақ қырылған соғысында ұлы жүз қолын Қазыбек бек басқарады. Бас қолбасшылықты 1729 жылы Аңыраққа жеңісінен кейін ғана Наурызбай батырға берген. Одан кейін Хангелді қатысқан үлкен соғыс ұлы жүз қол ғана жүргізген Ұзынбұлақ шайқасы. Ол соғыста Қазыбек бектің бала күннен досы Дулат Мүйізді Өтеген батырдың аты шығады. Ол қалмақтың әйгілі батыры Бодхишармен жекпе-жекке шығып әскери өнерін көрсете отырып жеңеді. Хангелді бұл соғысқа да қатысып өзгелермен бірге ерлік жасайды. Хангелді батыр жауырыншы болыпты. Жауырынға қарап қай батырды не күтіп тұрған болжап береді екен. Соғыстан қолы бос кезде бәрі оған келіп ауыл аймағының амандығын біліп беруді өтінеді екен. Ақтабан шұбырыны кезінің ең бір шешуші соғысы Аңыраққа шайқасы. Ол 1729 жылдың көктемінде бұрын Далатау деп аталған жерде өтеді. Қазақ қолының бас қолбасшысы Бөгенбай батыр болады. Ұлы жүз қолын Қазыбек бек басқарады. Жолбарыс хан Төле би мен Қазыбек би ұлы шайқастың кеңесшісі әрі жанашыры болады. Бөгенбай мен Қазыбек бек соғыс жорығын жасап, жекпе-жекке шығатын 26 батыр белгілейді. Оның ішінде Хангелді батыр да болады. Хангелді жекпе-жекте қалмақ батырын жеңіп, үлкен абыройға ие болады.
Ал алғашқы жекпе-жекке Сатай немересі Бөлек батыр шығады. Қалмақ батыры аңғыраққа қарсы кетіп бара жатып болат сауытын шешіп тастайды. Өйткені ат үстінде өнер көрсетіп соғысуға сауыт ауырлық жасайтын еді. Сонда Хангелді тұрып, Бөлек жеңеді, Төле құланың қабағы күліп тұр деп Көріпкелге айтқан екен. Айтқандай-ақ Бөлек аңғырақты әбден масқаралап жеңеді. Соғыста Хангелді жүрген жер үнемі ойын күлкіге толы болады екен. Өйткені ол әркімнің үйі жайында Көріпкелдіге әзілдеп жұрттың көңілін көтеретін әңгіме айтатын болған. Қазақ қалмақ соғыстарында жекпе-жекке өте үлкен мән берілген. Оның мәні мен сырын оқып зерттеушілер әзірге белгісіз. Жалпы тәртібінде қарағанда екі жақтың басшылары қай күні, қай жерде соғысатындарын және қанша жекпе-жектен кейін барып соғысқа кірісетіндерін күні бұрын келіседі екен. Күш сынасудың ең әділ түрі деп санаған содан белгілі. Әділ-ақ болсын, бірақ ол екі жаққа бірдей тиімді болмайды ғой деген ой келеді. Олар соны білмеді ме? Білді ғой, сөз жоқ. Ендеше неге ол әдістен бас тартпады? Біріншіден, бұрыннан келе жатқан дәстүрден бас тарту қорқақтық саналған. Екіншіден, кімнің батыры көп, кімдікі аз деген психологиялық шабуылдың бір түрі еді. Бір-бірінің мысын басу үшін қолданған әдіс. Үшіншіден, батырды дода соғысқа жібермей жекпе-жекте өлтірудің тиімділігі де есептелінген. Әр батыр жекпе-жекте бір-ақ адамды өлтіруі, ал дода соғыста 10 шақты адамды өлтіруі мүмкін. Сондықтан әйгілі батырдың жаппай соғысқа аз қатысқаны екі жаққа да тиімді адам сақтаудың бір әдісі еді. Жекпе-жекте көбінесе 35-ке дейінгі болмай бара жатқанда 40-қа жетпеген батырларды ғана шығаратын болған. Қартайғанға дейін жекпе-жекке шығуын қоймаған батырдың бірегей де Қара Керей Қабанбай бабамыз болыпты. Қарт батырдың қапы қалдырым деп қалмақтың жас батыры Арқауыл оны жекпе-жекте Алакөл маңындағы шайқасқа атап шақырады. Қазақ іші бір сасуын сасыпты. Оның орнына Наурызбай шықпақ болады. Тіпті Абылайдың өзі әзірленеді. Бірақ Қабанбай өзі шығып Арқауылды масқара етіп жеңеді. Басын қылышпен шауып түсіреді. Осы жағдайларды еске ала қарағанда 1729 жылы 37 жасында Аңырақайда Хангелдінің жекпе-жекке шығуы ерекше жағдай. Жекпе-жекке екі жақтан да көп адамның шығуы, сондықтан жекпе-жек соғысының айлап апталап жалғасуы екі жақ күшіне тепе-тең шамалас болған аңғартады. Қалай болғанда да Хангелдінің Аңырақайдағы жеңісін айтулы жеңісі бағалауға болады. Біз қазір Райымбектің ерлігін әр саққа жүгіртіп айтамыз да, соның ар жағын атасы Хангелдінің ақылы жатқанын түк те мән бермейміз. Райымбек салған ұлт азаттық ұрыстарының түп нұсқаушысы Хангелді атасы болғанын ескермейміз. Хангелді батыр көбінесе ұлы жүз әскерінің қолбасшысы Қазыбек бектің қасында жүреді. 1929 жылы Аңырақай жеңісінен кейін 300 қолын Наурызбай батыр басқарған соң да ол Қазыбек бектің қасында қала береді. Қалмақ батыры шамалмен соғысар алдында әбден шаршаған Қазыбек бек пен Өтеген батыр өлі ұйқыда жатқанда оларды Хангелді түн іші келіп оятады. Өйткені екеуін қалмақтардың қапыда тұтқындап әкетпек болған жоспарын Балдан деген жансыздан біліп қояды да Хангелді түн жамылып келіп оларды құтқарып қалады. Бұдан Хангелдінің адалдығы, досқа деген жанашырлығы айқын көрініс береді. Жетісу жерінде болып жатқан соғыс кезінде Қазыбек бектің ағасы Байбөкті Қабанбай батыр қонаққа шақырады. Оған олар 15 кісі болып аттанады. Жол жөнекей оларға әскерден қашып бара жатқан 50-ден аса қалмақ жабыла кетеді. 15-тің ішінде Бұқар жырына қосқан Суан, Бағай, Қосқараұлы, Молдабай батыр, екі жақ айқасып жатқан үстіне қасында Хангелді, Еспенбет батырлар бар. Қазыбек бек тап келіп қалады. Молдабайдың қарасай деп ұрандағанын-ақ мәнді ұға қояды. Бұлар 5 адам. Соғысып жатқан 10 батыр қосылып, бәрі өздерінен 3 есе артық жауды жеңіп шығады. Хангелдінің ондай көп ішінде жасаған ерліктерін амал не шежіре бізге жете қоймаған. Алайда бізге жеткен азын аулағының өзі де оның ел үшін қан төккен азаматтығын асқақ әйгілейді.